Сәлем достар, мен сіздерге бүгін жарты әлемді жаулаған Шыңғысхан шапқыншылығы туралы айтатын боламын. Шыңғысханның Қазақстанды жаулау шапқыншылығы туралы білгілеріңіз келсе, менің арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер. 12-ші ғасырда моңғол тайпалары Орхон және Керулен аралығында мекендеді, бірақ моңғол мемлекеті деген болған жоқ. Ал моңғол мемлекетінің негізін салған бұл Темучин болды. Темучин Есугей батырдың баласы, 1155 жылдары өмірге келген. 9 жасында әкесінен айырылып, ол үлкен қиыншылықтарды көреді. 12-ші ғасырдың соңына қарай Темучин моңғол даласының билеушісіне айналады. Моңғол даласында тек қана моңғол тайпалары емес, олармен шекаралас керейлер, найман және жалайыр хандықтарда өмір сүрді. Осы моңғол тайпалары керей, найман, жалайыр хандықтарымен бірде тату, бірде араз болды. 1203-1204 жылдары осы керейттерді, наймандар мен меркіттерді талқандап, Темучин Моңғолияның негізгі тайпаларын біріктіруді аяқтады. 1206 жылы барлық моңғол тайпаларының бас қосқан ұлы құрылтайы болды. Осы құрылтайда Моңғол империясы құрылды, оның ұлы ханы болып Шыңғысхан сайланды. Темучинді Шыңғысхан деп атады, яғни қазақша мағынасы Жеңісхан деген атақ береді. Моңғол тайпалары Шыңғысхан ұлысы саналып үш қанатқа бөлінді. Оң қанаты Бароңғыр деп аталынды, сол қанаты Жоңғар деп, ал орталығы Гол деп аталынды. Әр қанатта ондыққа негізделген әскер болды. Мысалы, Түмен 10 000 әскерден тұрды, басқарушысы Түмен басы болды. Мыңдық 1000 әскерден тұрды, басқарушысы Мың басы болды. Жүздік 100 әскерден тұрды, басқарушысы 100 басы болды. Ондық 10 әскерден тұрды, басқарушысы 10 басы болды. Әскерде темірдей тәртіп болды, және Шыңғысханның өзінің жоғарғы әскери қабілеттілігімен ерекшеленді. Сондай-ақ жеңіске жетудің тәсілдері болды. Мысалы, Шыңғысхан қарсы жақтың ішкі жағдайыменен әскери күштеріне барлау ұйымдастырды. Сондай-ақ кейбір кездерде әскери бағыт-бағдарды өзгертіп отырды дер кезінде. Шыққан тегіне қарамастан батыл адамдарды, іскер адамдарды қолбасшылық қызметке тағайындады. Сондай-ақ солтүстік Қытайды бағындырғаннан кейін Шыңғысханның әскерінің қолында қабырға бұзатын және от лақтырғыш қаруларды қолға түсірді. Жаңа айтқандай, батыл адамдарды қолбасшылық қызметтерге тағайындады дедік қой. Бұл қолбасшылар ең сенімді қолбасшылары Шыңғысханның нағыз моңғолдан болған жоқ, түріктектес болды. Мысалы, Мұқылай жалайыр руынан болды, Желме жалайыр болды, Сүбетей жалайыр болды, Жебе жалайыр, Рақұл Қоңырат болды, Тоғышар Қоңырат болды. Мінекей бұл қолбасшылар Шыңғысханның 4 баласымен бірге жаулаушылық жорықтарында жеңіске жетуде үлкен рөл атқарды. Және атап айтқан мына жалайыр, найман, Қоңырат рулары кейіннен қазақ халқының негізін салған, қалаған рулар болып табылады. Хан сайланып болғаннан кейін Шыңғысхан өзінің жаулаушылық жорықтарын әрі қарай жалғастыра берді. 1207 және 1211 жылдардың аралығында Сібір халықтарын, Енисей қырғыздарын, Шығыс Түркістанды бағындырды. Ұйғыр мен Тұрпан князьдықтары моңғол билігін қабылдады. Солтүстік Қытайды жаулап алды. Олардың әскери техникасын, яғни қабырға қиратқыш зеңбіректеріменен от ататын қаруларын пайдаланды. Ендігі мақсаты Шыңғысханның Орта Азия мен Иранды, Таяу Шығыс пен Кавказ сыртын, Шығыс Европаны бағындыру болды. Шыңғысханның Орта Азияға шабуыл жасауының қарсаңында Қазақстанның территориясында негізінен Қыпшақ хандығы өмір сүрді, және Қазақстанның оңтүстігі Хорезмшах империясына бағынды. Хорезмшахты шахы Мұхаммед бұл Қытайдағы Шыңғысханның жеңістерін естіп, қатты үрейленді, қобалжыды. Сөйтіп Шыңғысханға елшілік жіберді. Бұл елшілік алмастырғаннан кейін Шыңғысхан да өз кезегінде 1218 жылы керуендерін 500 түйеден тұратын керуенімен 450 адамы бар сауда керуенін жіберді. Отырарға келген бұл сауда керуенін отырар билеушісі Қайырхан бұл көпестер тыңшылар деп есептеп, оларды түгелдей өлтіруге бұйрық берді. Бұл хабарды алған Шыңғысхан
қатты ашуы келді. Сөйтіп Хорезм шахы Мұхаммедке Қайыр ханды өзіне беруін талап етті. Бірақ Хорезм шахы Мұхаммед Қайыр ханды Шыңғыс ханға бермеді. Бұл тарихта отырар опаты деп аталынды. Міне сөйтіп осы себептен Шыңғыс ханның Қазақстанға, сол кездегі Хорезм шахына соғысуға сылтау табылды. 1219 жылы Шыңғыс хан 150 мың моңғол әскеріменен ертістен Сырдарияға қарай жылжыды. Отырарға жақындаған кезде Шыңғыс хан әскерін үшке бөлді. Ұлдары Шағатай мен Үгедейді отырарды қоршауға, оны шабуылдап алуға қалдырды. Жошыны Сырдария бойыменен төмен қарай жіберді. Өзі негізгі күштеріменен және Төле деген баласыменен Бұхараға аттанды. Отырардың қоршауы 6 айға созылды. Билеушісі Қайыр хан және қаланың тұрғындары асқан ерлікпенен қорғанды. Бірақ тең емес шайқаста және сатқындықтар да бар. Соның нәтижесінде 6 айдан кейін отырар құлады. Билеушісі Қайыр ханды Шағатай мен Үгедей Шыңғыс ханға жеткізді. Ал Шыңғыс хан болса осындай керемет ержүрек билеушіні қатал жазалады. Сырдарияның төменгі ағысы бойындағы қалаларды бағындыруға жіберілген Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы 1220 жылы Сығанаққа келді. Сөйтіп Сығанақты қоршады. Сығанақ қаласы 3 ай бойы жауға берілмеді. Ал Ашнас қаласы да 15 күн бойы жауға қарсылық көрсетті. Сондықтан да осы Сығанақ қаласы менен Ашнас қаласы қиратылғаннан кейін оның қалқын отырар қалқы сияқты түгелдей қырды. 1221 жылы Хорезмді бағындырды. Хорезм шахтар мемлекетінің билеушісі Иранға қарай қашты. Моңғолдар Мұхаммедтің соңынан қуу кезінде Кавказ арқылы батыс Дешті қыпшақтан бірақ шықты. Яғни Жебе менен Суеди әскерлері аландарды қыпшақтарды талқандады. 1223 жылы Калка өзені бойында шайқаста орыс қыпшақ әскері жеңіліп, орыс жерінің оңтүстігін бағындырды. Бірақ күші сарқылған моңғолдар орыс жеріне әрі қарай енбеді. Сөйтіп 1224 жылы Қазақстан арқылы ертістегі Шыңғыс ортасына Суеди менен Жебе әскерлері кейін қайтып келді. 1224 жылы Шыңғыс хан шығыста Амурдан бастап, батыста Амударияға дейінгі аумақта өз билігін орнатты. Басып алған жерлерін ол 3 үлкен ұлына бөліп берді. Мысалы, Қазақстан аумағы 3 үлкен ұлының ұлыстарының құрамына енді. Мысалы, Жошы ұлысына Ертістің батысынан Жетісудың солтүстігі, Дешті қыпшақ жері, Еділдің төменгі бойы, Хорезм Сырдария берілді. Ордасы Ертіс өзенінің бойында болды. Шағатайға оңтүстік және оңтүстік шығыс Қазақстан, шығыс Түркістан, Мәуереннахр берілді. Ал басты қаласы Алмалық болды. Үгедейге батыс Моңғолия, Тарбағатай, жоғарғы Ертіс бойы, Жетісудың солтүстік шығысы берілді. Ордасы Чүгүчек қаласының маңы болды. Ал Төле болатын болса, бұл Моңғолиядағы өзінің ордасы Қарақорымда болды. Достар, мен сіздерге арнап келесіде Батый ханның жорығы туралы да түсіретін боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сондай-ақ осы видеоны 6 сынып оқушылары көріп отыратын болса, ашық тест тапсырмалары және жабық тест тапсырмалары бар екен. Оқулықта соны да жазып толтырып кеттім. Сау болыңыздар, рахмет көргендеріңізге.